Барлығына ассалаумағалейкум. Қазақ тарихшылары Шыңғыс ханның қазақ екенін біле ме деген сұраққа жауап беремін. Қазаққа Шыңғыс ханның туыстығы бар ма деген сұраққа демек Оразақ Смағұл былай деп жауап берді. Алдымен Шыңғыс ханның моңғол ма моңғол емес пе деген сұрақты анықтап алу керек. Шыңғыс хан мәселен 13 ғасырда өмір сүрген адам. Бірақ сол Шыңғыс ханның екі қолданған тілі мен сол тұстағы этникалық атаулардың бүгінге дейін моңғолдар түсінбейді. Арада 800 жыл өткенімен олардың жазуы не оқи алмайды, не түсінбейді. Ал біз түркі тектес халықтың біріміз. Осыдан 700-800 жыл бұрынғы көне түріктің жазуын ашып оқып жатырған жоқпыз ба? Сонда бұл жақындық па әлде айырмашылық па? Нені білдіреді? Бұдан шығатын ол заманда Шыңғыс ханның моңғол атты этникалық қара қауым болмаған. Атау болған, бірақ негіз болмаған. Ол заманда тіпті түрік әлемі моңғол тектес халықтардың арасында айырмашылықта, қайшылықтардың да болмағаны болу мүмкін. Оны жалған десеңіз, қазір барлық тарихи деректерде жазылып жүр. Шыңғыс ханның түркі әлеміне хат жалысқанда тілмаш ұстамаған. Мен моңғолмын дегенмен олар түркі тайпаларының барлығы бір тілде сөйлескен. Ал енді бұны не білдіреді? Әрине, негізі бір екен білдіреді. Шыңғыс ханның Қоңыраттың қызы бөртен алған тегін емес қой. Ал біз бүгін тұрақты этникалық топқа бөлініп алғаннан кейін оны анаған тартып, мынаған тартып, өз айтқанымызды растап алғымыз келеді. Алтын Орда мемлекетіне 300 жылдан астам болған орыс мемлекетінің сол кездегі көне қалалар әлі күнге дейін қас қалпында сақталып тұр. Ал енді Иван Грозныйдың басталған орыс шапқыншылығы айналасында бір ғасырға толар-толмас уақыт ішінде Алтын Орда мемлекетінің 200-ден астам қалаласын жер бетінен қалдырмай мүлде жойып жіберді. Тағылымы мол тарихи деректер қамтыған қаншама кітапханалар мен баға жетпес мұралар. Біріншіден, оның тарихтағы орнына ақтау, қараға ауыстыру, пиғыл мен ұлтын өзгертіп, түркі емес моңғол деп жария қылды. Моңғол деп көрсететін тиімділігі жабайы халықтың өкілі болғандықтан ол жауыз әрі қанішер болуы тиіс деген ұғымды қалыптастырды. Жеңіл желпі оңайлығы баспанасы тек киіз үймен ғана шектелген. Мәдениеттен жұрдай қалалар мүлде болмаған деген пікірдің қолайлығы. Екіншіден, өздерінің дәл қазір қол астында түркі халықтарының кеше ғана өздері 3 ғасырдан астам бодан болған мойындамауы мүмкін. Бұл әрине шовинистік пиғылдық пікір деп ойлаймын. Еліміз егемендік алғанмен бәрі ақиқаттық аулы жақындап көріне бастады. Оған дәл тарихтың қайта оралуы процесін басталуы. Бұл тарих үрдіс ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Енді бұны тоқтату мүмкін емес. Үшіншіден, Марал Ыстыбайдың мынандай сөздерімен қайталағым келеді. 20 ғасырдың Ресейдің мансап иелері мен оқымыстылары жалпақ дүниені жайлап жатқан қазақты шөкімдей қырғызбен шатастырды. Соны 8 ғасыр бұрынғы түркі жұртының моңғол аттандырып жібергеніне таңдануға болмайды. Осыменен біздің видео аяқталды. Егер ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер.